Бадамша ауылының тарихы 1941 жылдан Совет үкіметінің Кемпірсай Никель кен орнының жобасы негізіндегі қабылданған қаулыдан бастау алады. Осы жерге Украина жерінен неміс ұлты жер аударылды. Сол кезден бастап еліміз тәуелсіздік алғанға дейін ауыл тұрғындарының көпшілігін неміс ұлты құрады. 1966 жылы қаңтар айында Степной ауданы Ленин ауданы болып қайта құрылды. Аудан орталығы Қосестек ауылы болды. 1967 жылы сәуір айында аудан орталығы Қосестектен Бадамша ауылына көшірілді. 90 жылдардан бастап неміс ұлтының көпшілігі тарихи отанына оралды. Сонымен қатар қазақ елі 1991 жылы өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен кейін көше атаулары, оқу орындарының атаулары қазақ ұлтынан шыққан ұлы тұлғалар мен батырлардың есімдерімен атала бастады. Қазіргі таңда Бадамша ауылы Қарғалы ауданының орталығы. Ауыл ауданның солтүстік шығысында орналасқан. Ауыл тұрғындарының саны 7.000-ға жуық адамды құрайды. Аудан орталығы Бадамша ауылы Ресей шекарасынан 25 километр қашықтықта. Қарғалы ауданының солтүстік шығысында орналасқан. Облыс орталығы Ақтөбе қаласынан 120 километр қашықтықта, ал Кемпірсай теміржол сызығынан 3 километр қашықтықта. Бадамша ауылының атауына байланысты ел аузында екі түрлі болжам бар. Бірінші болжам бойынша кен өндіру ісінен кейін пайда болған төмпешіктер мен кеніштерден бұрын Бадамшаның даласы кең жазықты дала болады. Жіберген судан пайда болған батпақтанған кішкене ғана көлшіктер құстар мен жануарлардың су ішер қорек көзіне айналады. Арасында адасып ақтөкендер мен түйелер де келіп қалатын. Бұл мекен тыныштыққа бөленіп жататын. Темір жол бағыты ол кезде болмаған. Бірде суға қанған бір топ түйелер бас көтеріп кетіп қалады. Ал жаңа ғана боталаған түйе ботасын қимай тобырынан қалып қояды. Біраз уақыт өткеннен кейін ол да ғайып болады. Ал түйе мекендеген жерді ел Ботамша деп атап кетіпті. Бадамша атауы содан келіп шыққан деседі. Екінші болжам, ауыл аумағында бадам бұтасы көптеп өсіпті. Бадам әртүрлі қызғылт түсті бұта, шілікті өсімдік. Өсімдік сәнді де жемісі мол, жылылықты, жарықты сүйгіш. -26-27 градусқа дейінгі суықтықты көтереді. Ал жайлы жағдайда 1,6-2 метрге дейін бойы көтеріп өседі. Қоныстанушы немістер өздерінің тілдік ерекшелігіне сай Бадамтак деп атап, осыдан барып Бадамша атауы пайда болды деседі. Жүре келе жер атауы қалалықтардың тіліне көшіп Бадамшинск деп аталып, Бадамшинский делінеді. Тек қана 2002 жылы алғашқы Бадамша атауы
қайтарылады.